Сәлем баршаңызға, қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында циститті қалай емдеуге болатындығын бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Жалпы цистит дегеніміз не? Цистит дегеніміз ол қуықтың қабынуы, яғни жұқпаның біздің қуығымызға кіріп кетуінен пайда болады. Цистит ер адамдарда да кездеседі. Бұл аурудың дамуына себеп болатын факторлар дененің қатты тоңуы, іштің қатуы немесе спирттік ішімдіктерге үйір болу салдарынан болады. Егер сізде циститтің хронический түрі болмаса, онда үй жағдайында былай емделсеңіз болады. Қарапайым ромашка гүлінен жасалған шай жүйкеңізді тыныштандырып, циститтің әсерінен болып жатқан ауырсынуларды басады. Және де инфекцияларды өлтіруге де әсерін тигізеді. Шай ретінде демдеп ішсеңіз болады. Немесе қайнатып астыңызды осы сумен жусаңыз болады. Жуынар кезде қайнаған сумен таза ыдысқа демдеп, үлкен ыдысқа демдейсіз. Және де тұз немесе ас содасын қоссаңыз болады. Яғни ас содасы немесе тұз ол инфекцияны өлтіруге әсерін тигізеді. Ең бастысы жуынар кезде суыңыз қатты суып қалмау керек. Яғни өте жылы болғаны дұрыс. Және де бөлменің температурасы да өте жылы болғаны дұрыс. Циститтің қоздырғышы әсіресе күз бен көктем айларында қатты мазалайды. Себебі бұл айларда біресе ысып, біресе суып, жел тұрып кетуінен адам тоңып, содан дене тітіркенеді. Және де бұл қоздырғыш оянады. Сол себепті де бізде цистит пайда болады. Цистит болып жүрген кезде су мөлшерін арттырыңыз. Және де қайнаған 1 литр суға жарты лимон шырынын қосып араластырып ішсеңіз де өте жақсы әсерін береді. Яғни несеп зәріңізді айдап, сонымен бірге цистит қоздырғыштары да сыртқа шығады. Осылайша жеңілдеп қалатын боласыз. Яғни су мөлшерін көбірек ішкеніңіз дұрыс. Ал циститпен жаз айларында ауырған болсаңыз, дарбыз, кәдімгі қарбыз таптырмас ем десек те болады. Өйткені дарбыз нағыз зәр айдаушы болып табылады. Қарбыз суы тіпті қуықтағы тасты да ертіп жібере алады. Сонымен қоса, цистит кезінде күнделікті ішетін шай мөлшерін көбейтіңіз. Достар, барлықтарыңызға ақпарат тиімді, пайдалы болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыз. Лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.